Бұл жеміс көбіне Рамазан айында дастарханымыздан табылады. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес береді. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен толықтыруға болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Ал ғалымдар құрманы 2-3 жыл аштықта талғажау етуге болатынын дәлелдеп отыр. Бұл жемістің осы және өзгеде пайдасы туралы айта кеткенді жөн көрдім. Құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін арттырады. Фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа келтіреді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауыру кем-де-кем. Құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады, сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Жарақат алғанда немесе күйген жерге мәйегін жақса тез жазылады. Дәрігерлер құрма жемісін тістің жиі қанайтын жандар, туберкулез дертіне шалдыққан жандар көбірек жесе тәуір болады сөзсіз. Құрма иодқа бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа. Егер қаныңыз аз болса, гемоглобин төмен болса, бұл жемістің өзінен жапырағынан шай жасап ішуге де болады екен. Құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшық еттеріне пайдалы. Ал құрманың құрамындағы А және С дәрумендері иммунитетті көтеріп, суық тиюдің алдын алады.